Алима апай, мына сырмақты өзіңіз бастыңыздар ма, өздеріңіз бастыңыздар ма, мына киізден жасалған сырмақ жүнінен? Енді бұны мен айтып отырмын ғой, мен оқуға кеттім, студент болып университетке кеттім, соныменен қайда мен елге оралғанша талай заман өтті. Бұны менің шешем марқұм жасаған нәрсе. Кигізді де ауылда өздері басақ қолдан. Қара кигіз, одан кейін мына басқа өңдегі сары, мына бояуға бояп отырып, мына жиектерінің барлығын әртүрлі сары бояу, қызыл бояу, күрең бояу деген сияқты, жасыл бояу деген сияқты бояуларға бояп, өзі дайындайды, иіріп барлығын дайындап, сонымен қолдан жасаған. Сырмақ, мынау сырмағымыз жиек сырмақ деп айтады. Марқұм анамыз бұны сызбастан отырып, осы бөлек-бөлек, енді мәселен екі жағын бір бөлек, екі басын бір бөлек, ортасын бөлек-бөлек қылып отырып, оны құрайтын. Сонда ол өзі отырып, бір шетінен бастап, жиегін қолмен ұстап, шетінен баса беретін, сондай тегіс бірден қылып шығады. Сондай шебер адам болған еді. Мен соның көзінде қазір өзім істетіп жүрмін. Жақсы екен, әдемі киіз сырмақ. Енді барлық туыс туғандарына, өзінің ұрпақ